Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен осындай керемет тез дайындалатын арнайы слоеный тестіден жасалатын самсаны әзірлейтін боламын. Ол үшін маған керегі 3-4 картошка, жуа және де осындай дайын тесті фарш қажет болады. Енді мен осы фарштың үстіне қазір картошкамды кубиктеп турап қосамын. Жарты сағаттан кейін менің қазір балдарым сабақтан келеді. Сол үшін жарты сағаттың ішінде ыстықтай самсаны әзірлейін деп және де рецептін сіздермен бөліскім келіп түсірдім. Сіздерге ұнап жатса, осылай пісірулеріңізге болады. Келесі жолы сіздерге самсаның тестісі қалай дайындалатын оны да көрсететін боламын. Сол үшін менің видеомды жіберіп алмас үшін подписать етіп, тіркеліп және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде менің әрбір салған рецептімді жіберіп алмайсыздар. Енді мен мінекей жуаны барлығын майдалап турап болдым. Енді осының үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш себелейтін боламын. Содан кейін қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырып аламын. Мінекей мен қоспасын араластырып алдым. Енді қазір слоеный тестімді ашып, оның қалай пайдалану керектігін көрсетемін. Негізі асыққанда аяқ астынан осылай самса жасайтын кезде жақсы пайдалануға болады. Мен кейде үйде толтырып жасап қоям, кейде осы дайын тестіні ала қоямын. Мінекей осылайша 6 бөлікке бөліп және де оны оқтаудың көмегімен жазып, үстіне салмасын салып жатырмын. Қазір осыны 3 бұрыштап түйемін. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түйулеріңізге болады. Маған осылай түйген ыңғайлы және ұнайды. Мінекей барлығын осылай салып және түйіп шығамын. Самсаны біздер үй ішімізбен өте қатты жақсы көреміз. Сондықтан жиі жасайтындықтан кейде өзім дайындаймын, кейде тестісін осылай магазиннен сатып аламын. Мінекей осылай профильге астына пергамент қағазын төсеп және де осылай барлығын қойып 180 градуста 35 минутта пісіріп аламын. Енді беті қызарып пісу үшін әрине жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Одан кейін бетіне мак немесе кунжут себеміз. Мен бірінші порциясында осылай мак септім, екінші рет салғанда кунжут септім. Мінекей достар, менің самсам уже пісті, дайын болды. Өте керемет, қызарып, әдемі болып пісті. Қазір балаларым өте қатты қуанатын болды. Ыстығы сондай, қолыммен ыстықтан бөле алмай тұрмын.
мінекей жұмсақ слоеный болып шықты. Сіздер де әзірлеп қараңыздар. Менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментария қалып және де тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.